Мектебімізде бірінші жыл жұмыс істеп жатқан жас қаламгерлер клубының қатысушылары баршаларыңызды 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен құттықтай отырып, өздерінің арна өлеңдерін ұсынады. Қабыл алыңыздар. Елімізге тәуелсіздік сыйлаған ерекше адамсыз, білім мен дамуға үлес қосқан тарихи тұлғасыз. Талай мақсатқа қол жеткізген, бейбітшілік, бірлік сыйлаған, еліміздің туын көтерген Нұрсұлтан Әбішұлына ризамыз. Елі сүйген, елін сүйген, болашаққа жол ашумен, мәртебесі жоғары елбасының күнімен. Туған елім, күн астында желбіреген туымыз, біз қазақтың қызы менен ұлымыз. Оған ғайыр, еркін елім Қазақстан, біз сендегі қопырған бір гүліңіз. Ұлт болуды, ел болуды үйреткен, болашаққа жарқын бағдар көрсеткен, білімді ұрпақ өсіруді көздеген, алғыс айтам елбасыға шын жүректен. Тәуелсіз біз, мақтанамыз, жайнаймыз, білім көзін көкірегімізге байлаймыз. Бабаларымен жас ұрпаққа артылған ақ үмітті еңбектеніп ақтаймыз. Ел басына арналған күнді бүгін тойлаймыз. Мың адамнан сайланған тұңғышымыз бір жалғыз. Халқымызды жетектеген, қол түсірмей ешқашан. 100 жетістік алып келген, өз жолынан таймаған. Жүрсін бізбен амандық, кедергі емес жамандық. Бір халық боп арқашан, берілмейік ешқашан. Елбасы, елін бастан кешірген, қиын қыстау кездерден тәуелсіздік үшін күрескен елбасымыз бар нұр сепкен. Бойда рухты оятқан, оян жастар деп сөз салған, мерейін төгіп халыққа серт берген көш бастаған. Азаттық таңын аттырған, Шамалған ауылында туылған, еліміздің болашағын ойланған қайраткер Әбішұлы Нұрсұлтан. Құқықтық нормаларын сақтаған, дамудың даңғыл жолын қалаған, бейбітшілік көзін аңсаған, тарихтың жаңа бетін бастаған. Шаң жуытпай құрметтеп, жүреміз біз есімін қастерлеп, тәукедей болған Нұраға алғысымызды білдіреміз бас изеп. Своей легкой рукой и сильной наш елбасы создал уютный край родной, мир невидимой красы. Собрал казахов храбрых он, остановил он полигон, а после у реки Ишим он взял все в руки и решил. То будет город, Астана, великий, словно вся страна, и мы вернены стране, отчизне нашей, так верен нам орел не павший. Қазақстанның негізін қала декен бұл адам, ол қуатты ел құрып, дамуына күш салған, жақсартуды армандап, көп өзгеріс енгізді, мәңгі ғұмыр өткізсін елбасымыз Нұрсұлтан. Ең беделді көсем ғой, әділ саясаткер ол, өз халқының таңдауын ескеріп қолдайды ол, мемлекеттік қайраткер, өз-өзіне сенімді, еліміз гүлдей берсін, Қазақстан қуатты бол. Мы с гордостью и с пламенем внутри твердим, что вы наш елбасы. Под мирным небом мы живем и страха не имеем. Когда судьба страны решалась, вы были здесь и храбрым сердцем заявили, что вы слуга народа. Отныне, каждый день как день рождения, мы празднуем свой независимый очаг. И всей души благодарим за вашу мудрость и неизмеримый вклад. Ұлылық еңбектен басталады, еңбек тарихта қалады. Тарихта қалған адам, биіктерге жеткен адам, елдің дамығанын көрген, халықтың қолдауына сенген. Қырылыстар жоқ бұрынғыдай, еңбектің нәтижесі айтарлықтай. Есімі мектеппен байланысты, мектеп біліммен байланысты. Музейлер, әуежайлар, қалалар, елбасы атындағы құндылықтар.